Мұқағали Мақатаевтан сұрапты бір кісі. Ей, Мұқаш, сен бұл өмірге не іздеп келдің деген екен. Сол кезде Мұқаш ағамыз, мен бұл өмірге 3 нәрсе іздеп келдім. Бірінші дос, екінші мамандық, үшінші әйел. Дос деген не деп сұрапты сол кезде Бақтыбек? Дос деген ақылдың көрігі, дұшпанның серігі. Әйел деген кім? Әйел деген балаларыңды өсіріп жетілдіретін үлкен ұлы адам. Мамандық деген не? Сен Бақтыбек өмір бақи жас болып жүрмейсің. Ол сенің қартайғандағы дастархандағы наның деп жауап берді. Өзі киген костюм бар, мынау жаңағы жазу үстелі дейміз ғой Мұқағалидың. Бұл Мұқағали всегда алдына Абайдың ескерткішін ана несі тұр ғой, соны қойып отырып жазатын болған. Мұқағали өзі айтады, күнделіктерінде мен жазбаймын дейді, маған келіп құлағыма сыбырлайтын сияқты дейді. Мен құлағыма төгіледі өзіме, соны қағазға түсіремін дегенге айтады да. Сондықтан бұл Мұқағалидың әлгі Абайды мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ бар дертегіден термек үшін деп не бар ғой. Абай Мұқағалида мен де жазбаймын өлеңді ермек үшін деп сөйтіп келеді. Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін жазып келе жатырмын деп айтады Мұқағали өзінің өлеңінде. Мынау телевизор, Samsung деген мынау